Енді жеттік пе? Иә. Керемет! Қиырдағы патшалыққа қош келдіңіздер. Вау! Қиырдағы патшалыққа жеттік. Мәссаған, мұнда салқын сусынды сапырып ішіп, уылдырыққа армансыз тоятын болдық. Сұлу бекеш, осында көтсенші, қайтып араламыз. Жұлдызды карталар алыңыз. Байқайым батпағым шынымен алыста қалған екен. Тоқта! Міне ал. Сәлем, Ханшаны көрдің бе? Ханша келіпті. Қараңдар. Амансыздар ма, ханымдар? Нағыз серуендейтін күн екен, ә? Қалпағыңыз тамаша екен. Рапунцель. Рапунцель, шашыңды түсір қане. Көптен күткен сұлу Фиона ханша мен күйеуінің келгенін хабарлаймыз. Иә, міне, жеттік ау әйтеуір. Келді. Сендер бара беріңдер, мен арбаны тұраққа қояйын. Ал? Мұнда келгеніміз дұрыс деп ойлайсың ба? Әрине. Қараш, әкем мен апам бізді көріп қуанып тұр. Мына екі сонсыз кім? Меніңше бұл біздің кішкентай қызымыз. Кішкентай дейсің бе? Мына әжептәуір мәселе болатын түрі бар. Көркем ханзада сүйіп, сиқырдың күшін жоймайтын бет. Сиқсыз болса да әйтеуір екеуі жарасымды көрді. Енді көңілін көншіген шығар. Келдік, атанаңды көрдік. Ал енді бүйірімізден айырмен түйірмей тұрғанда тайып тұр. Олар менің атанам ғой. Сені қамалға қамаған солар. Ей, маған жақсы болсын деп істеді. Жақсы, әлі де мүмкіндігіміз бар. Сарайға кіріп есікті тарс жауып алайық. Гарл, сыпайы бол. Бол тез, олар бізге қарап тұрған жоқ, әлі де қашып кетуге болады. Жетер енді, ештеңе де болмайды. Сұмдық, мүмкін емес. Саспа бәрі ойдағыдай. Бірақ шынымен... Шынымен, мұнда қалғым келмейді. Апа, әке, танысып қойыңыздар, бұл менің күйеуім, Шрек. Жақсы, Фиона кімге тартып сұлу болғаны енді түсінікті болды. Кешірім өтінем. Үнем айтамын ғой, ішіңде ұстама деп солай емес пе, Фиона? Әлде олай емес пе? Сінде жоқ дегенді қалай түсінуге болады? Менің кім екенімді білмей тұрсың ау деймін. Бәріңе жалын сәлем. Күтіп отырсыңдар ма? Көп рахмет. Сендерді іздеп сарай ішін шарлап әрең дегенде таптым. Жоқ, арам қатқыр есек болмайды. Түс! Жоқ, әке, қумаңыз. Ол бізбен бірге келген. Есек мен айдаһардан құтқарып қалған. Таныс болыңыздар.
Асыл тұқымды сәйгілік болам. Ой, сұмдық-ай. Шрек, О, иә, кешіріңіз. Сорпа өте дәмді екен, ханым. жоқ, қымбаттым. Оу. Сонымен, Фиона, бізге тұратын жерің туралы айтып берші. Жарайды. Шректің елігінде жеке меншік жер бар. Солай емес пе, қымбат? Иә. Жер телімі сиқырлы орманның ортасында. Онда тиындар мен кішкентай сүйкімді үйректер өте көп. Не? Сен әлгі батпағың туралы айтып отырсың ба? Есек. Батпақтан шыққан дәу. О, қандай керемет. Меніңше балаларды өсіруге өте ыңғайлы. Ол туралы ойлауға әлі ерте емес пе? Дұрыс айтасың. Дастарханға отырғанымыз жаңа ғана.